линзаны. Так, шаш өсіп кеткен ба. В общем, бізде Cool Деп бүгінгі қонақтар ғашықпын саған, бірінші сахна, екінші кадр, бірінші тейк кет. Санаңда ойыншы мен ғашықпын саған, әуеніменен емдейін мен ғашықпын саған, қашанға дейін білмейсің мен ғашықпын саған. Қайырлы кеш достар, кім қайдан қарап жатқанын білмеймін, дегенмен де қош келдіңіздер. Бұл Cultural Department, яғни мәдениет департаменті, бұл департаменттің бастығы мен Арылбайұлы Жомарт, және бүгін біздің қонақтарымыз ғашықпын саған фильміне қатысты барлық жандар. Жалын Тілеуберген продюсер, басты рөлдердің бірін сомдаған Шұғыла Ешен, және Думан Еркінбек, бұл жерде режиссер, және сценарист оған қоса. Және Олжас Дәлелхан, бұл жерде продюсер, оған қоса композитор, сазгер. Иә, негізі актермын ғой десең. Жарайды, кейін айтамыз, таныстыра бер. Нөри Камалдан көрдім сізді. Және басты рөлдердің бірін ойнайтын, сомдайтын Жасұлан Көпберген. Дұрыс па? Все, бұлай кеттік. Иә, рахмет көп. Жиналғандарымызға уақыт тауып, түннің бір уақытында отырмыз мына жерде. Енді бірінші сұрақ, енді ең оңайынан бастағым келіп отыр. Мына жерде бұл жанр, қателеспесем, мелодрама. Және де не үшін әу баста мына жанр таңдалды? Неге сұрақ өздеріңіз? Режиссер бастайды осы. Жалпы енді соңғы кезде бізде Қазақстанда жанрлар жақсы дамып жатыр. Комедия болды, одан кейін әртүрлі жанрлар шығып жатыр. Бірақ соңғы кезде мелодрамалар шықпай кетті. Бірақ біз оған байланысты емес. Енді біз бұл сценарийді жаңа айтып отырық қой, әйелім екеуміз жаздық. Біз оны екеуміз жүріп бастаған кезде негіз бастағанбыз. Ол 8 жыл бұрын екеуміз жүріп бастаған кезде екеуміз Алматы мен Астана қаласында екеуміз тұрып жүріп жүрдік. Сол кезде Алматы Астана деген сияқты 12-12 деп Алматыда танысқанымыз үшін Алматыға байланысты жазып бастадық. Одан кейін енді ұзақ жазылып жатып, өзіміздің көзқарасымыз да өзгере бастады. 7 жылдың ішінде өзіміз өзгердік қой. Сөйтіп сценарийіміздің де соңғы формасы осы жайлап осы мелодрамаға кетіп қалды. Басы жеңіл ромком сияқты болатын. Одан кейін қазір мелодрамаға қосты осылай. Сол мен бәлеге қала жазатын да, Шұғылаға жазғанда. Бұл сонда не дедім мен? Ромком ба десем? Жомарт, мен кешіріңіз, мен дұрыс естімей қалған сияқтымын. Ромком дедіңіз ба? Жоқ, бұл ромком емес. Мен ойлап қалдым, мен естіп қалдым, жоқ, ромком емес қой деп. Бұл ромкомнан бастап жай осылай. Трейлерге қарасаң ромком сияқты. Мен сол ойлап қалдым. Өйткені мен фильмді қарадым, бұйырды маған. Ол ромком емес. Яғни мүмкін элементтер болуы мүмкін, бірақ жалпы жанрға бір қарайтын болсақ, мелодрама. Біз енді осылай ойладық осылай жоспарладық. Қазір жанрлардың араласуы жақсы нәрсе ғой негіз. Менің өзіме ұнайды. Сондықтан жанрлар араласқан қызық, оқиға да қызық, өзіме де қызық, сондай нәрсені түсірген. Сондықтан біз фильмді енді спойлер емес па білмеймін, бірақ 3 бөлікке бөлдік. Соның бірінші бөлігі ромком, және сол бөлікті ғана трейлерге салдық. Әдейі ма? Міне гәп қайда жатыр деші. Өйткені қазір мен байқадым, трейлерді салсаң, комментарийға бәрі жазады, фильмнің бәрін көрсетіп қойды. Ондай көрдім мен пікірлер жалпы. Бізде де тұр ондай пікір. Бірақ ол олай емес. Олай емес. Бір айта кететін дүние, жалпы Думан мен осындай болашақ жоспарлап, біз енді қанша жыл, 6 жыл бірге жұмыс істеп жатырмыз ғой. Осындай келесі жоба қандай болады, мүмкін мынандай көрермендерге мынандай бағытта көрсек деген сияқты ақылдасқан кезде есімде бар, осыдан 4 жыл бұрын айтқан бұл жоба туралы. 5 жыл бұрын ба, 4 жыл бұрын ба. Бізде басқа да жоспарлар болды. Ол кезде біз сериал түсірдік бірге, одан кейін қысқа метрлі фильм түсірдік. Сосын осы қайтадан сценарий басталып жатты. Сол кезде айттық та, бір келесіде бір басқаша жанрда көрейікші өзімізді. Өйткені әртүрлі жанрда өзіміз сынап көрейік деген бір ойымыз бар. Жаңалғақ келсек деген сияқты ниеттеміз ғой. Сол кезде осы оқиғаны айтып берген маған. Маған ұнады. Алматының ішінде, как Лос-Анджелес сияқты, біздің Алматы енді негізі өнердің, мәдениеттің қаласы ғой. Қанша пафосно естілсе де, бізде мысалы қазақ фильм тұр, қазақ фильмде қандай мықты актерлар, қандай мықты режиссерлар, қандай дүниелер түсірген.
мына Алматыда қазір ол тарихта, иә, мысалы театрда қандай спектакльдер қойылған, қандай режиссерлар өткен, жалпы қазақ мәдениетін қалыптастырушы жандар осы Алматыда өткен. Енді тағы бір фактор бар, Абай жолы кітабы Мұхтар Әуезовтің біздің фильмде бар, сол Абай жолы Алматыда жазылған дейді. Осы Төлебаев көшесінің бойында. Төлебаев 85 па, 185 па, нақты адресін ұмытып қалдым, мекен жайын. Бірақ Әуезов соның ішінде отырып, сол Абай жолын қазақтың үлкен тарихын, жаңағыдай тарихында қалатын әдебиетті, жалпы біздің бүкіл мәдениетіміз, әдебиетіміз, жаңағы фольклорымыздың барлығын сыйғызып, осы Алматының ішінде отырып жазған да. Сол нәрселердің барлығы ғылым, жазушылар одағы, ғылым ордасы, сол сияқты нәрселер бар кезде Алматы туралы неге бізде фильм жоқ, неге бізде аз, Алматы бізде кәдімгі бір кейіпкерді ойнай алады ғой деген сияқты. Сондай бір өзіміз сол кезде ойлап қалдық та, птичка қойылған осыдан 4 жыл, 5 жыл бұрын ба, содан ойда жүрген дүние негізі. Командаларыңа менің келгенін күткенсіңдер ғой. Енді бұл жерде қайтадан айтылды, содан бастайық. Яғни жалпы Олжас сізден басқа барлық қалған каст қайтаданға қатысы бар. Тікелей бәрі ойнады, немесе продюсер, сценарист, режиссер. Жанрын айта алмай тұрмын да бұл жерде. Комедияда емес, драма дейікші. Драма ғой, драма десек дұрыс болады. Сол Думан жақсы көретін нәрсесі ғой, миксовать етеді да жанрларды. Енді қайтадан айтылды бұл жерде. Алғашқы фильмдеріңіз осындай қанша қателеспесем миллиардтан астам жинады. Иә. Миллиард жарым, қателеспесем. Жоқ, 1,1 сәл астық. Дегенмен де мен үшін Қазақстан үшін ол success. Сәтті история болып саналады. Менің ойымша. Өздеріңіз қанағаттандыңыз ба? Өте қатты ризамыз. Біз одан көп болады деп ойлағанбыз деп. Жалпы бір 15 шақты кино алдында санадық қой жалын екеуміз, иә. Бір 10-15 киноның арасына кіреді екен жалпы сол миллиардтан асқан деген сияқты. Оның өзі жетістік қой негізі. Қысым болды ма? Бірінші фильм осыншама жинады, енді мынау қалай болады екен дегендей. Ой, мен өз басым қатты қысылдым негізі. Біз қайтадан да жасағандар деп жазамыз ба, жазбаймыз ба деген сияқты ойларды болды негізі, мазалады. От создателей қайтадан. Иә, от создателей қайтадан авторларынан деген сөздерін жазудың өзінде қолымыз дірілдеді. Өйткені біз енді бірінші жоба халыққа жақсы өтіп, халық жақсы бағалағаннан кейін екінші жобалары қандай болады екен деп. Өйткені ол ой бізге, маған өзіме қай уақытта келді. Мен түсіріп болғаннан кейін біз енді біз қайтадан да прокаттап жатқан кезде біз ғашықпын саған түсіріп жаттық. Біз екіге бөлініп кеттік сол кезде. Кәдімгі қолымыз жетпей жатыр деген сияқты ғой. Сондай болды. Думан, Жасұлан, Шұғыла 2 күнге өзімізден өзіміз сұранып тоқтап 2 күндік жаңағы неге премьераларға барып қайттық та, Алматы, Астанаға. Одан қайттан кірісіп кетті жұмысқа. Сол кезде күшіміз 2-ге бөлініп жатқан кезде уайым болды шыны керек. Бір жерінде біз ақау жіберіп алмадық па, қалай болды екен. Сценарий кезінде барлығы ұнады, мысалы. Өз басыма сценарий қатты ұнады. Түсіріп жатқан кезде бір көзбен мына жақта, бір көзбен мына жақта жүргеннен кейін жаңағыдай түсініксіз жайлар болды. Бірақ монтажды көрмейінше менде сол нәрсе қатты уайымдады. Кейіннен монтажды көргеннен кейін барып, мен өз-өзіме сенімділік жинап, өз қолымызбен қайтадан авторларынан деп жазып қойдық. Қазір енді жақсы. Қазір ұялмай айтуға болатын жоба болды деп ойлаймын өз басым. Қорықпауға болады деп ойлаймын. Командаға ортақ сұрақ бұл жерде мелодрама. Енді бұл жерде енді сценарист, режиссерлар көбірек шығар, бірақ мүмкін актерлар қосылады. Жалпы мелодрама Қазақстанда көп жинайтын жанр емес, мойындау керек. Әлемде де. Иә, салыстырмалы түрде. Дұрыс. Бізде енді қанша айтылса да, уже дәме кеткен сағыз болса да, комедия жинайды. Бізде комедиялар көп жинайды, мойындау керек. Осы жақтан да бір тәуекелге бардыңыздар деп қорқытып жатыр ма сіздерді? Одан сайын ойлап қалыпты продюсер мырза. Бізде енді дәл қазір мелодрама деп, мысалы, брат или бракты айтуға болады, жақында соңғы жылдарда шыққан фильм деп айтайыншы. Комедия деп жүр ме оны? Комедия деп айтуға болады, бірақ Оны ана деген айтуға болады жақтар. Оны яна, Жандос пен 2013 жылғы Қазақ Репаблик Сәкен жолдас. Сол ғой түсірген Сәкен жолдас. Иә. Керемет
керемет ұнаған сол кезде бізге естелік болып қалды. Содан кейін бір мелодрама көрген жоқпыз негізі. Вау, қызық. Сол брат или бракты айтуға болатын шығар деген кезде мен қазір ойланып отырмын, шынымен де сіз сияқты мен де комедия шығар деп ойлағанмын. Өйткені бәрібір де қандай фильмдер референс ретінде алынды дегенде көбіне шетелдік референстарды алады. Бұл жерде қызығы біз Қазақстанда андай фильм когорталары бар да, өзіміз қарап үлгі ала алатындай. Қуантады да. Сол жағы. Бана он и ананы айттық қой. Ол және ол ма қазақшалап? Ол және ол или қыз және ол. Ол мен жігіт дейсің. Ол мен қыз. Ол мен қыз. Иә, Сәкен Жолдас режиссер. Ол мен. Иә, осындай фильмдер когортасы жиналып қалған қуантады. Банағы он и ана, Сәкен Жолдастың брат или брак режиссер есімде жоқ. Брат или брак. Алиш Ручев па? Жоқ. Қайсың? Брат или брак. Кім ғой? Алишер Тарантино деп қойыпсың. Жоқ, қалжыңдайып. Кім? Айтып жіберіңіздер. Брат или брак? Анвар Матжанов. Анвар Матжанов. Матжанов? Я Матжанов. Утев, по-моему, бір частьтарының біреуін түсірген, по-моему. Ол атсалысқан. Иә, бір частьтарының біреуін түсірген. Ең басты сол кісі, по-моему. Неші? сол Неші? Таптым ау сеніші. Оны да айтуға болады негізінде. Бірақ комедия деп те айтуға болады оны. Сондықтан Таптым ау сені Анвар Матжанов. Неші? Нұрикамалшы деп. Ол драма ғой нағыз. Қалжың ғой. Не үшін Олжасты біздер Хектор деп атқанымызға қайтып келеміз. Дегенмен де бағанағыда айтқандай, маған референс ретінде осындай біздің отандық фильмдер алынғаны ұнады. Дегенмен де енді қарағанда, енді білмеймін қаншалықты окей, не окей, La La Landпен бәрібір параллельдер жүреді баста. Сезіледі. Білмеймін, мүмкін ренжітеді, мүмкін қуантады. қуанту керек деп ойлаймын мен. Да? Мен өзім қуанамын. Егер La Landке ұқсас десе, мен қуанатын едім. Өйткені бәрібір де айттық қой жаңа, біз 8 жыл бұрын ол идеяны ойладық деп. Сол 8 жыл бұрын La La Land шығып атқан, өйткені ол әсер етті. Мойындау керек. Әсерін тигізді. Бірақ біз енді былай істейміз ғой. Голливудта бір нәрсе шығып жатыр, мысалы La La Land сияқты ол өтіп кететін фильм емес қой, ол уже классика деп айтуға болады. Ондай фильм Қазақстанда да болу керек деп есептеймін, қазақы менталитетпен, біздің көзқарасымызбен. Сондықтан La La Land десе қуанам. Мен сосын жақында кімнен көрдім де, Фариза Ескермес бар ғой, досым. Досым дейсің. Соның несіне историясынан көріп қалдым да, La La Land салғанда айтады да, осындай бір киноға түсу арманым деген сияқты. Жалпы актрисаларымызды, актерларымызды сондай киноға түсуді армандайды сияқты, мысалға шұғыла. Әрине. Жоқ, мелодрама деген ең қиын жанрлардың бірі мен үшін. Айтқым келген сол, біз қайтаданнан кейін кішкене қиналып кеттік, енді қайтаданның съемкасында мойындау керек, ауыр жоба болды түсірілім жағынан. Одан кейін кішкене бір оңайлау болатын өзімізге, күліп ойнап жүріп түсіретін жоба түсіріп көрейікші деген кезде осы еске түсті ғой, бұрыннан келе жатқан. Сөйтсек мелодрамада оңай емес екен, өзінің қиындықтары бар. Әрине. Мелодрамада бір байқасаңыздар анандай ғой, мысалы сөйлеп жатады да, махаббат деген әркімнің өзінің арасындағы бөлек-бөлек дүние де. Мысалы мен өзімнің әйелімен бөлек махаббат, біздің қарым-қатынасымыздағы ұқсастықтар басқа, отбасында мүлде басқаша деген сияқты. Ал соның барлығына ортақ қылып жеткізу өте қиын. Негізі бәрі бүйтіп көрген кезде вау деп махаббатты бәрі бүйтіп сезінетіндей фильм жасау өте қиын. Бәріне ортақ бір дүниелер табу керек. Содан кейін махаббатты бір-біріне айтып отқан, мысалы қыздың жігітке, жігіттің қызға жалпы сезімін білдіру деген нәрселерді айтқан кезде сәл былай қателесіп кетсең, ол өте онша емес көрініп қалады. Жаңа сөз барысында. Өйткені пафосно шетке айтылатын сөздер емес те, ол интимно айтылатын сөздерді айтамыз да, мысалы. Кринж болып қалады да. Өйткені сен бүкіл халыққа айтып отырсың ғой. Асуйбек деген бар еді ғой. Сол сияқты оқып қалады ғой. Түсірілім барысында кейбір сценарийдің сөздері келмей қалып жатты сахнада. Сол кезде Думан мен жаңағы Думанның жары Назерке екеуі отырып 5-10 минут үзіліс алып, ана сөзді өздері тағы бір сол сахнада қорытып барып, актерлардың аузына салған кездер болды. Өйткені ол жазылған кезде басқаша әдемі көрінеді, бірақ ситуация келген кезде ол мүлде басқа нәрсені беріп тұрды да.
сол кездерде сондай дүниелер көп болды. Жалпы мелодрамада қарым қатынасты білдіретін әңгімені жазу өте қиын екен. Ол жерде эмоция көп емес қой. Ол жерде шынайылық керек в основном. И сол шынайылықты беру кішкене ол жаңағы қалай айтсам болады, актерлық шеберлікке де байланысты емес, ол сенің ішкі жан дүниеңе байланысты сияқты болып көрінді маған. Өйткені қайтадан да біз жұмыс істедік. Қайтадан да кішкене эмоциональный сахналар көп қой. Ол жерде қайта оянасыз. андай қайтадан оянасыз. Неше рет оянды? Тірелетін дүниең бар да. Тірелетін дүниең бар, бір іштей катастрофаң бар. Саған жеңілірек, то есть орысша айтқанда опора дейді ғой. Опораң бар. Ал бұл жерде тек шынайылық болу керек болды. И жаңа Думан айтқан сияқты оңай емес екен мелодрамаға түскен. Бірақ күшті опыт болды. Мелодрамада жалпы мен түсінгенім бір маңызды фактор ол партнерлық. Сол жаңағы Химия. химия и шынайылық қой. И жалпы екеуінің қайтадан да бірге жұмыс істеп көрген сол үлкен рөл атқарады да бұл жерде. Бір-біріне деген химия бар, бір-бірін жақсы таниды, жақсы дос. И жаңағы партнердің репликаларының өзі күшті көмектеседі ғой. Сен көзіңнен жас шығу керек болса да, сол қалай саған подача береді. Петля крючок деп айтады ғой актерский да. И сондай нәрселер өте жақсы рөл. Ана кезінде Әнуар Молдабеков бар ғой. Сол кісі күнде бір спектакль болып жатқан ғой. Әуезов театрында Фарида Шарипова екеуі бірге ойнайды екен партнер ретінде. Күнде таңертең ерте келеді екен де гримеркасына бір гүл қойып кетеді екен. Көрдің ба қалай? Қыздарға қалай әсер етеді? Сөйтіп қойып кетеді, ол кісіге айтпайды, бірақ сөйтіп күнде сонда гүл қою арқылы ол партнерына деген сыйластық, кішкене ашылу, сахнаға да бір байланыс болу, химия болу, еркін ойнау, сол нәрсе көрерменге де сезіледі ғой сол кезде. Сондай дүние туу үшін сол қайтадан да ықпалы мол деп ойлаймын. Жалпы бағана біз параллель айттық қой La La Land бойынша. Ол жердегі де актерлар екеуі ол 4-ші фильмдері бірлескен. Эмма Стоун мен Райан Гослингтің оған дейін. Сәйкесінше сол үшін де бір-бірінің алдарында қысылмайсыңдар да екінші фильмде. Біздің екінші емес қой. Үшінші, Үшінші тіпті. Оған дейін сериал ма? Алматы. Оған дейін Алматы мен махаббатым деген. Алматы мен Альманах кино болған. Бірақ Так, біз айтамыз ғой, ол фильмді айтпаймыз ба? Ол киноны айтуға болмайды деп. Жоқ, ол не ғой? Жоқ, ол жақта бірақ махаббат болмады. Жай жұмыс істедік. Сол жақта таныстық. Альманах болды. Ол фильм. Ол 6 қысқа метрлық киноның бір негізі мен бір бөлігін көрдім оның. Жаңағы режиссер жалпы кесіліп кеткен ба, бір сахнасын көрсетті маған. Біздің ба? Жоқ, басқа. Альманахтың басқа сериясын көрсетті маған. Өте қатты ұнады маған. Вау дедім ғой. Қош, кесіліп кетті бірақ ананың кесетіндей емес еді. Не? Күшті. Музейге кіріп кетеді. Ахмет Байтұрсыновпен жолығады. Ночь музейі дейтін сияқты темалар болған. Солсы маған қатты өтті кәдімгідей. Күшті болды. Мына жерде енді сұранып тұрған сұрақ қой бірден. Келіп тұрған сұрақ мына жерде. Әдетте енді шетелдік болсын, отандық болсын нелерді қарағанда, фильмдердің интервьюлерін қарағанда режиссер айтады, продюсер әсер етті. Мына жерді қысқартты деді. Кинотеатрда ұзақ болса қаралмайды деді. Мына жерін мылжыңды кесіп, короче, режиссер қалай толық метраж етіп көрсеткісі келді, толық форматында. Мына жерлерін кесіп қырқып тастады деді. Бұл жерде қалай болды, ондай болған жоқ па жалпы? Продюсердің әсері режиссерге қалай? Айта берейін ба деп жасадық па? Мен мұн жағы шығарып аламын есіне. Жоқ, біздің енді бұл менің бағым шығар негізінде. Қорқпай тұр. Онда айтайын деп. Қайтаданның кезінде де, осы фильмнің кезінде де менде еркіндік деген кәдімгі айтады ғой, вагон болды деп. Үлкен қатты еркіндік болды менде. Бұл кісілер ондай артық жаңағыдай рамкаларды қойған жоқ. Керісінше бірге ақылдасып отырып, көп нәрсені бірге ақылдасып отырып шешеміз. Ақылды адамға рамка қойып қажет жоқ. Мен өзімде де ішімде андай бір настрой болды да. Енді дебют, продюсерсің, бірақ өзің актер болғаннан кейін, ана кейбір сахнаны көріп отқанда бір ақыл айтқың келіп отырады ғой. Сондай нәрсе болмау үшін проект басталмай тұрып, мен өзіме бірден сондай шекараны қойып алдым да. Бұл Думанның еркіндік алқабы деген сияқты ғой. Сондықтан ол жерде кеп бір нәрсені сұраса, онда болады бөлісу. Негізі сол ғой, продюсерлердің негізгі міндеті деймін да. Режиссерға жалпы келістің ба, жалпы не туралы түсіретінің барлығын бекітіп алдың ба о баста? Болды, одан кейін жағдай жаса, болды. Еркіндік бер, жағдай жаса.
жаңағы мұз жарғыш сияқты алдында жүру керексің да, жаңағыдай шешілмей қалатын дүниелер, локациялар, неше түрлі дүниелер болады ғой. Бір актермен келіскісі келеді, ол келіспейді деген сияқты. Соның барлығын реттеп, жаңағыдай қанша күн дейді, мысалы максимально күн сұрайды енді режиссерлардың әдеті ғой, енді ұзағырақ түсіргісі келеді, өйткені бір күнде аз сахна түсіріп көбірек жұмыс істегісі келеді деген сияқты. Соның барлығын енді максимально жағдайын жасау продюсердің негізгі міндеті деп ойлаймыз. Оны енді Думанға да қатты бір жаңағыдай шекара қойып, жаңағыдай оны бүйтіп шектеудің қажеті жоқ, өйткені ол о баста біледі да біздің ойымызды. 6 жыл бірге жұмыс істеп істеп білетін шығар енді. Біз сериалдардан бірге өттік. Сериал деген өте үлкен жұмыс негізі. Сериалды мына арналардың көп білетін шығар, енді бюджеті аз болады, арнадағы жобалардың уақыты ұзын болады. Мысалы 42 минут, 50 минут деген сияқты бір сериалда. Қазір веб-сериалдарды көрсеңіз, 25-32 минуттың арасында да көбі. Ол жерде 50 минут, өйткені сен хрон толтыруың керексің, жаңағы нені жабуың керексің, сеткаларды жабу керексің каналдағы. Сол бойынша енді өте жоқтан бар жасап сол үйреткен сияқты үлкен школа болды негізінде, үлкен мектеп болды. Көбі жаңағы ой каналдың сериалдары ма деп кейде айтып қалады бір жас режиссерлар, продюсерлермен енді қатарлас замандастардан байқаймын, менсінбеушілік байқаймын, бірақ мен айтамын жоқ, ол үлкен мектеп, өйткені сені отқа лақтырады, былай айтқан. Соның ішінен рейтингі бар сериалдарды алып шығу ол үлкен ерлік негізі. Сондай жерден біз Думанмен өттік, бір 3 рет малынып шықтық сол жаққа. Одан кейін біз қазір сөзсіз түсіне аламыз деген ғой, жалпы бір-біріміздің не қалап жатқан. Сол кезде мақсаттар қойдық, мысалы. Біз осы сериалдар біткеннен кейін жинайық та кішкене, и үлкен фильмге өтейік. Оған дейін біз сериалдан команда жинайық, сенім ұялатайық, бір-бірімізбен жұмыс істеп көрейік деп осы жолдан өттік те. Одан кейін біз толықметражды фильмге бірден өтпей қысқа метражды фильм түсірдік. Оны фестивальдарға жібердік, жаңағыдай. Содан кейін барып толықметражды фильмге өттік деген сияқты ғой. Негізгі фундамент бізде енді көз тимесін, жақсы қаланған деген сияқты, сеніммен қаланған деген сияқты. Сондықтан да жаңағы продюсердің тарапынан мынаны кес, мынаны бүйт дейтін сияқты ондай бір агрессивті дүние жоқ. Біз бірге жасаймыз. Енді ойлаш, жалындар қанша мысалы 6 жылдық фундаменттен бастап айтып келе жатыр ғой. Менде дебют бірден толық метрлі киноға болғаннан кейін менде сондай мүмкіндік туған кезде мен өзім қорқып кеттім біріншіден. Бұл қалай болар екен деп, бірінші мен Жалынға хабарластым. Жалын, мен бірінші жұмысыма жалғыз өзім кете алмаймын, сондықтан тәжірибесі бар өзің сияқты. Оның үстіне Жалын екеуміз группаласпыз, Жүргентте 4 жыл бірге оқығанбыз, таныс болғанымыз 17-18 жыл болып қалды. Сөйтіп Жалын командасын шақырдым ғой. Жалпы бұл Ғашықпын сағанның алғашқы атауы бар. Оны біз мен Тредстан оқығам. Айтылмаған көшелердің оқиғасы ма қалай? Алматының біз білмейтін көшелері. Алматының біз білмейтін көшелері. Боқтыр жүрдім деп. Олай да қызық екен. Айтылмаған Алматының біз білмейтін көшелері деп қосып жүрсек. Ұзақ, немесе аббревиатура. Алматының біз білмейтін көшелері деген қалай? Оны неге айтып отырмын? Өйткені Думан деп қатып қалсаң да. Думан бізге енді сценарийді қорғады ғой, енді инвесторымыз бар. Ол кісі енді тек инвестор ғана емес, генеральный продюсер бізде. Біржан Қажғалиев бізбен бірге ол кісінің де айтқаны сол да, мен тек инвестор ғана болғым келмейді, мен бұл саланы зерттегім келеді, көргім келеді, сендермен бірге араласқым келеді, процессті көргім, қалай шешімдерді бірге қабылдайық деген сияқты. Сөйтіп Думан бізге сценарийді қорған кезде Алматының біз білмейтін көшелері деген кезде менің ішімде андай бір вау деген нәрсе болды да, өйткені бұл атауының өзі әдемі. Біз оны енді амал жоқ, Ғашықпын сағанға әдемі болды, ауыстырдық, айтқанға кішкене жеңіл болсын дедік те, қабылдағанға да. Қазір сен өзің шатастырып отырсың ғой. Ғашықпын саған деп айтқан тез жатталады ғой. Мысалға сен көшеде кино түсіріп жүрсің, қандай кино түсіріп жүрсіңдер десе, Алматының біз білмейтін көшелер деп айтқанша анағысы деп кетіп қалуы мүмкін де. Ғашықпын саған десең жеңіл айтқан. Келісемін. Бірақ анау бір поэтика бар да. Поэтика бар. Ол кейін кітап болып шығады деп қоясың. Сол үшін мен атауының өзіне мен іштей дедім, келісіп қойдым. Атын айтқан кезде. Арғара енді оқиға сөз алды. Окей, режиссерді біліп қалар, сценарист білмейді көбінесе, барлық негізінде қаймағын жиналатын бұл басты рөлдегі актерлер мойындау керек. Қазақстанда солай. Енді екеуің кезекті үшінші бірлескен жұмыстар. Дайындық қалай өтті? Өйткені
бірінші фильмдеріңді білмеймін қандай рөлдерде болдыңыз, бірақ мына жерде жұпсыздар. Дайындық қалай болды, зерттеу жүргізілді ма білмеймін, бір референс алынды ма? Отандық фильм, мүмкін шетелдік. Дайындық жақсы өтті. Думан ағамен, Нәзушпен барлығымен бірге біз көп кездесіп, рефтер әртүрлі болды. Көбінесе шетелдіктер және бір фильм полностью деп айта алмаймын, белгілі бір оқиғаларға, белгілі бір жерлерде ситуацияларға әртүрлі фильмдер болды. Соларды зерттеп, өзіміз іздеп, көп талқыланып, ол аэропортта да біз андай ең қиын сахнаны түсіріп, қайтадан премьерасына барып сөйтіп жүрдік та, аэропортта отырып кәдімгідей талқылайтынбыз. Және де Думан ағаның ұнайтын түсіргенде ұнағаны кейбір маңызды сәттерде екі вариант түсіреді. Немесе былай, сосын көреміз деп. Сосы неге былай, жоқ мынаны қалдырайықшы, маған өзімен айтын дәлелдегім келеді да. В итоге сосын еще сұрайсың, қалай қалдырдыңыз, не болды деп. Сол көп жерлерінде, көп па білмеймін бірақ екі варианттап түсірді. Эффект бабочки солай болған білесіздер ғой, екі түрлі финалын жіберген екі жаққа. Сосын барып адамдар спорласып жүр. Жоқ, олай біткен жоқ дейді. Әдейі жіберген ғой. Бізде де ондай бір фильм болды, қоясың ба? Қазақстанский бар ғой сондай бір фильм. Кім ғой, 5 түрлі. Рамазан Амантайдың мафия фильмінде солай. 5 түрлі финалмен. Біресе анау мафия болып, біріне де анау мафия, 5 түрлі ма? Ол вариант бізге ұнаған негізі. Маған өзіме ұнаған. Эффект бабочкидің солай болған. Маркетинг жағынан өте жақсы. Талқыланып отыр ғой. Netflix'тің сериалдарында да сондай бар еді ғой. Черное зеркалода ма? Оларда финал таңдайсың өзің. Финал таңдайсың, жалпы поворотты таңдайсың. Кейде андай қарапайым сұрақтар қояды. Типа Мартин каша жесін ба, әлде яичница орсын ба деген сияқты да. Соны ана жерде так деп ананы басатса, ананы алып кетеді, ананы басса, ананы жасайды деген сияқты. Жаңағы сұраққа келейік, Жасик. Дайындық күшті болды негізінде. Қайтаданнан кейін жалпы Думан андай бір Green Flag режиссерлардың қатарына кіретін жер, қазіргі тілмен айтқанда. Жалпы осы түсірілім тобы деп айтамын. Жалпы команда жалынағалар барлығы шынымен де. Дайындық күшті болды. Қайтаданнан кейін осындай ұсыныс түсті. Көп дайындалдық. Бір үлкен задачасы болды, Райан Гослинг сияқты болу керексің деген. Расымен сен даусың ба, офтоп? Ало? Расымен сен даусың ба, әндеткенде? Күшті өтеді екенсіз. Даусың күшті екен. Тазаланбаған нұсқасын көрдің еше сен. Да? Ол сол жерде жазылған версиялар ғой. Думанмен сериалда жұмыс істеген болатынбыз, 404 дейтін, біздің сынып дейтін ең бірінші жобамыз сол болды. Эррор, мектептің бұзық балалары туралы. Одан кейін өзімен өзі бір өте күшті бір қарым-қатынас қаласып кетті ол нәрсе. Одан кейін қайтадан болды. Қайтадан да өте қиын жұмыстар болды. Бірақ сол нәрсе бізді екеуміз одан қатты жақындастырды. Үшіншісінде біз ондай қатты қиналған жоқпыз. Әрине болады. Көп моменттер. Именно актерский жағынан, режиссерский жағынан. Ең бастысы біз бір-бірімізді сөзсіз түсіндік. Шұғыламен де солай болды. Бір-біріміз танығаннан кейін ондай да бір қиындық тудырған жоқ. Бірде бір қобалжу болмады, қалай болады екен деген сияқты. Иногда партнерларынан естисің ғой, қалай болады екен мына кісімен деген сияқты. Ондай болған жоқ. Театрдағы бір кезекті репетиция сияқты ма? Келеміз, Думан задачаны түсіндіреді. 1-2 рет өтеміз. Райан Гослинг дейді. Айнаға қарайын. Бүгін Хит Леджер деп, Қайтадан да мысалы бізде эмоциялар көп болды ғой. Түрлі эмоциялар, 32 рет ояну, 32 түрлі эмоцияда болды. Оның барлығын еще бір кадрмен түсіреді. Ал мына жерде наоборот болды. Осы жерде Думан эмоцияны көрсетпеді. Райан Гослинг. Харизмамен алу керек болды. Сондай. Жалпы жалынағалармен жұмыс істеген маған ешқандай қиын емес. Жалпы біздің компания жолығуы Жасұланмен, осы сериал деп айтты ғой жаңа. Сол сериалда негізі Жасұлан басты рөлде емес. Басты рөлдегі жігіт пен қыз бар. Жасұлан екінші, үшінші пландағы актер. Енді бір класстың балалары болса да, сөзі аз балалар болады. Бірақ Жасұлан жаңағы басында айттың ғой, сен тыныштықта ойнайтын актер. Ол гениальный актер деген сөз бар ғой. Монтаж жасап отқан кезде Жасұланның әзілдері өтіледі, Жасұланның сөздері дәл тиеді, түсініп тұрады да сахнаның не туралы болып отқанын. Жанып кетсің. Жаңағы артында тұрып, екінші, үшінші планда тұрып, басты рөлдегі актерлардың алдына шығып кетіп отырды кейде. Ол өзі нені одеялын тарту емес,
бірақ түсініп тұрады ол сахнаның түйсігі мәнін түсініп тұрады. Сол кезде біз бірден ойладық, негізі жасұланды біз бекер үшінші планда, екінші планда ұстап отырмыз. Негізі бұл жігіт біздің главный герой болатын адам деп. Сөйтіп келген кезде содан кейін 2 рет басты рөлді ойнап отыр ғой қазір мысалы. Көзіңше мақтаған қалай екен? Рахмет, өте күшті. Жалын ағалармен жұмыс істеген негізі шынымен де маған өте бір күшті жандай. Өте жылы. Иә, даже жалын аға даже бір продюсер деп қарай алмайсың ше. Олжас аға да сондай. Кәдімгідей өзімнің үлкен ағаларым сияқты. Анда комплимент па негізі? Жоқ, андай қылып болады ғой кейбір продюсерларға деловой отношение болады сенде. Иә, жұмыс болды, аха түсіндік, келістік деген сияқты. Ол жерде біз кәдімгідей ойнаймыз да, күлеміз да бір-бірімізге. Бірге PlayStation ойнаймыз. Бірге PlayStation ойнаймыз. ұтылып қаласың сен әдейі. Жоқ, жасұлан ойнай алмайды негізі. Мен ойнай алмаймын. Жалпы күшті шынымен ана нәрсе маған қатты қызық. Қайтаданның маған бұйырғаны, мысалы көп актерлар шынымен де қазір мықты актерлар көп біздің поколенияда, қазір қыздарда да ұлдарда да өте қатты бір жарыс бар, конкуренция. Опа. Иә, шынымен ғой енді. Қазір дамып жатыр ғой. Ол нәрсе күшті негізі. Андай өзіңе стимул беретін нәрсе. Қайтаданның маған бұйырғаны ол өте мен үшін қуантарлық жағдай. Өйткені осы рөл арқылы мені көбірек тани бастады. Жаңағы жалын ағалар айтып жатыр ғой, 10-15 топқа кірді, 1 миллиард жинаған. Ол нәрседен бөлек, мысалы, маған бір өтірік айтпасам, бір 1000 шақты өзбек елінің адамдары жазады. Мысалы, өйткені Кинопоискта өзбекше тілде бар. Оның өзі, то есть мен ақша жағынан ұтпаймын ғой ол жерде. Маған сол нәрсе, күшті нәрсе деп ойлаймын, андай. Ол нәрсе ақшадан да биік нәрсе, ол жерде топ 1 болудың керегі жоқ, чтобы типа біз көп ақша жинадық деген нәрсе емес, біз одан да көп нәрсе алдық. Жақында медиа лигада бокстасқалы мүмкін деп қойса. Жоқ, шынымен де. Сен тура жасұлан деп айғайлап. сен өзің сол фильмде кейіпкер екенсің ғой. Ана жерде айтады ғой, ақша маңызды емес деп. Егер адамның арманы болмаса. Шынымен де. дәл өзі. Мен солай ойлаймын шынымен. Өмірден алынған ғой. Окей. Шұға. Әдетте мысалы маған қызық осы актер, актрисалар андай өзін сезімтал етіп көрсететін сценалар бар ғой. Сенде көп ондай. Жылайтын, көзіне жас келетін. Ғашықпын саған да көп. Сол кезде маған қызық, мысалы мен актер емеспін. Қандай методика қолданады жылау үшін? Яғни сен өзіне балалық шақтан бір қиналған кездерін, мүмкін өмірде қиналған сәттерін еске аласың. Қалай, жас дайын тұра ма? Фац дейсің. Мен ғашықпын сағанда бірінші рет сәл методикамды тапқан адаммын. Түсініп, деп өте үлкен тәжірибе алдым, және де өзімді түсіне бастадым актриса ретінде. Оған дейін бәлкім мен тұманның ішінде щупала, наверное, плавала где-то. Осы ғашықпын сағанда тек қана партнерларым, режиссердің арқасында, жалпы түсірілім тобы шынымен әркім көмектесіп, меніңше сол жолды табуыма көмектесті. Бірақ сіз айтқандай емес ол. Окей. Қалай ол? Техника дегенге. Техниканы, бірінші түсіндім. Метод. Ондай метод жоқ ол деймін. Жоқ, Станиславскийде, по-моему, ондай нәрсе жоқ, бұлай жылау керек деген нәрсе. Өкінішке орай. Ол бірінші бір сценаны елестетеді өмірде болған. Содан эмоцияны тудырады. Жоқ. Яғни ондай Ол жоқ. андай ғой, от внутреннего к внешнему деген айтып ғой сен қазір. Дубль сайын жібермейтін не деген эмоция ол? 20 дубль Ол жасайсың. әркімде әрқалай оны айта алмайсың, мынандай нәрсе істесең жылайсың деген сияқты. Негізі настрой ғой. Олжасыға сіз айтсаңыз бұл. Настрой. Иә, мен де актермін ғой десең. Настрой ғой. Сен мысалға білесің. Қазір бүгін қандай сахнаң бар екенін. Сен негізі миыңда таңнан бастап сол күн өзі жүреді ол нәрсе. Егер сен оған настрой дұрыс болмаса, онда шықпайды ол. Жас та шықпайды. Немесе сахнаңда дұрыс болмайды деген сияқты. Кейде бағана мен айтып отырғаным да сол ғой. Партнердің бір репликасы да кейде көмектеседі. Меніңше әрқалай. Кейде настрой ұстап та шыға алмай қалған сахналарым болды осы жерде де. Немесе кейде площадка қызық қой енді. Түсірілім тобымен бүйтіп жүресің да, бірақ қиын сахна оңай шығады. Настрой дегенде мен оны айтып отқан жоқпын. Сен настройың мына жерде тұрады да, сен бірақ күліп ойнап жүре бересің. Түсініп тұрсаң, партнерің екеуің бір-біріңді сезіп тұрсаңдар, ол шығады өзі. Және де не обязательно оны өмірден бір оқиғадан алып, ондай емес. Көбінесе техника. Кейіпкердің сол кездегі сезініп тұрған сезіміне негізі рөлге кіру дейді ғой. Шынымен де солай актрисаның сол жағдайға түсіп қалған сен өзің сол адам ретінде елестетсең, соның өзі жеткілікті негізі. Сол ситуацияда мен не істер едім деген. Эмпатия.
иә эмпатияңды қоссаң болды негізі. Мен де актермын ғой бұрынғы десең. иә түсініп отырмын. әндетесіңдер, Жүргеновте оқығансыңдар. бірақ қиын. иә ол- кейде ол- бәрі әсер етеді иә қатты иә қиын, иә. кейде партнердан, кейде текст, кейде атмосфера әсер иә, етеді ғой Кейбірде жайдан жай жанып кететін кездер болады. Мен де- Репетицияда күшті болады деп тұрасың да. Кейде актерлар өзімшілденіп Начали кетеді деген ғой, кезде иә. ол шықпай қалуы мүмкін. Кейде актерлар өзімшілденіп кететін сияқты. Типа, Өзімшілденіп? иә өзін ойлап тұрады, енді сен жақсы болғаның жақсы ғой. Сахнада иә, жаңағыдай Ондай бар. жақсы актер болып көрінгенің жақсы да. Иә. Бірақ сен партнерің туралы ұмытып кететін кездер болады. Ондай Өзімшілдену кездер де деген болады. жақсы мағынасында Иә, да. оған келісемін. Кейде ұмытып кетесің, содан кейін сенің сөзің оған тимейді. Иә. Сенен ол қайтадан шықпай қалады да. Сол Ондай бар. мен бір қызық оқиға айтып берейін. Бізде баяғыда бір бай анекдот айтып кетсең. Бізде қайтадан да мынандай бір сахна болды. Осы Жасұлан, Ермек, Шұғыла үшеуінің ауыл орнына жүгіріп келетін сахнасы, ауыл су шайып кеткен, ауыл орнына жүгіріп келетін сахнасы. Жылайтын. Ауыр сахна ғой енді. Иә, Өте ауыр сахналардың біреуі. Еще соңында геморрой дейтін әңгіме бар да. Иә, иә. Қиын сахна негізінде. Қалай шығатынын білмейміз енді. Көбінесе. Еще суға әлі кірмей тұрмыз. Енді суық, өйткені су. Үшеуміз дайындалып жатырық. Үшеуміз болғанда төртеуміз. Дубль біреу ақ еще. Дубль біреу ақ. Су Өйткені болады таң барлығы. атып келе жатыр. Су енді уақыт азақ қалды. Мен ана сахнаны негізі басқаша түсіргім келген. Әр жерден кадр алып, кәдімгідей эффектный қылып түсіргім келген негізі. Ойымда басқаша болды. күн келе жатыр дейсің ғой. Күн келе жатыр. Мен түсірмеймін деп ойлап тұрсам, бұл сахнаны одан кейін түсіруге мүмкіндік жоқ ары қарай. Содан кейін түсіруге тура келді. Бір дубльмен, бір кадрмен. Сөйтіп төртеуі дайындалып жатыр, үшеуміз дайындалып жатыр. Бір кезде эмоциясыз давай бір ойнап алайық дедік, иә, солай болды ғой. Эмоциясыз. Өйткені ана жерде эмоцияны бір беріп қойсаң кетейін деп тұр. Кейде сахнаға тексттің өзі әсер етеді ғой негізі, Иә. Сценарий қатты әсер етеді актерларға. Ана жақтағы сценарийдегі сөздер, эмоция шақыратын сөздер өзі. Бір кезде дайындалып жатырық. Дайындық бітті. Бір кезде начали дейміз, Шұғыла мама деп жылап бастайды. Бітті. Сахна түгел өзгерді ана жерде. Өйткені Шұғыланың бір айғайлаған дауысы менің арқамды кәдімгідей тітіркендіріп жіберді. Группаның бәрі қарап тұр кәдімгідей ше. Одан кейін Шұғыланың сол берген тоны дейді ғой. Иә. Берген тонына Жасұлан мен Ермек деген ілесу керек болып қалды. Сөйтіп шыққан сахна, өмірде болған. Бір дубльмен шыққан сахна. Иә, Өте өзімізде болған шынайы қызықтардың біреуі. Жаңа осы тақырыпқа байланысты. Бұл кинода музыка көп және ән көп. Осы сәтті пайдаланып мен біраз авторларға, әншілерге өзім үлкен алғысын білдіргім келеді. Оның ішінде Мархаба Сәби бар. Мен өзімнен сендерге бір саундтрек сыйлық ретінде деп сөйтіп сыйлады. Және Ернар Амандық бар, Жалғыз гүл, Аршат, Дюдонс гитар, Шиза. Қайсы бірін айтпай қалып жатсам кешірім сұраймын. Бірақ осы фильмнің аясында бізбен бірлескен, партнер болған, өз септіктерін тигізген осындай авторларға үлкен алғысын білдіргім келеді. Бана басында сұрап кету керек едім. Тайминг жағы. Но кішкене жылы кезде шыққан дұрыс, или Алматы жылы ма, бәрібір в принципе шығара беруге бола ма. Мен ойлағанмын ғой, жазғы мүмкін мамырдағы кино ма деп. Фильм вайп бойынша. Енді мүмкін мен қателесем, мүмкін енді продюсер ол нәрсені білу керек шығар. Жалпы уақыт талғамайтын сияқты негізі. Жақсы дүние ме? Жақсы дүние, уақыт талғамайтын. Бір жағынан қыс суық кезде жылытқан да жақсы ғой. Ол да бар. Негізі меланхолия уақыты ғой қазір. Меланхолия уақыты ғой, андай бәрі депрессия, таңертең ұйқыдан тұрғысы келмейді. Заказ жоқ, сондай қаңтар. Сөйтіп бүйтіп жатқан кезде бір андай страстьті бәрібір де көргісі келетін сияқты адамдар. Мен біраз адамдармен сұрасып көрдім осы жағдайда. Мелодраманың уақыты ол қыс деді маған. Ол адамдар махаббатқа шөлдеп көктемге жақындап келе жатқан кезде бересің дейді да. Тіпті егер де кинодағы сценалар бәрі жаз болса да, бәрібір. Главный ол жерде бізде бірақ барлық сезон бар ғой. Бізде барлық сезон бар. Gen Z туралы вообще әлемде бір сериал, кинолар, солардың ерекшеліктері, өмірлерін қазіргі әлеуметтік желі дамып жатыр, олардың өмірге деген қарым-қатынасқа деген баяғыдай карьера құруға деген бір көзқарастары өзгеріп жатыр. Бұл жерде де бұл сақталды ма вообще, актерлар қалай
сіздер ойлайсыздар? Әлде ол классикалық бір история ма бұл жерде де? Бәріне түсінікті, в принципе. Негізі ол Z поколениясы дейміз ғой енді, Z ұрпағы, олар да енді бізден сәл басқаша болғанмен бәрібір де негізгі фундаментальный дейді ғой, негізгі құндылықтар бәрібір бірдей болады ғой адамдардың. Сондықтан біз тек соларға арналған деп ойлаған жоқпыз. Бірақ олар бәрібір түсінеді. Сол менің ойым енді. Сендер қалай ойлайсыңдар? Меніңше олай емес. Керісінше консервативті менің кейіпкерім әсіресе. Ну, консервативті деген маған керісінше консервативті емес болып көрінді сіздің Иә, кейіпкеріңіз. иә. Өйткені былай да, так, сен музыкантсың, мен екеуміз үйленеміз, мен бала туам. Иә, оның түбінде өзінің себебі бар. Экономикалық себеп. Әрине, неге? Не күліп жатсың? жөтеліп отыр ол. Жоқ, Ұйқысы келіп отыр оның. жоқ. Сырттай сөйтіп көрінуі мүмкін, бірақ оның ішіндегі себебі өзінің отбасысы. Жаңағы тапшылық, оның барлығы бар, көптеген факторлардың кесірінен өзінің сондай арман, кейіпкер арман ғой, арман сияқты өзінің армандарын, мақсаттарын уақытша шегерген. Сол үшін бірінші жағдайын жасап алу деген құйылып кеткен. То есть это внешние факторы. Сол үшін сырттай сөйтіп көрінуі мүмкін, бірақ ол жақта түбінде жатқан меніңше консервативті системаға көбірек келеді. Яғни негізі ол кейіпкер міндетті емес қой. Барлық отбасын асырауға деген көптеген тақырыптар. Бірақ ол өзіне мүмкін ерте сепарация болғандықтан сондай үлкен ауыр жүк алып алды, жауапкершілік. Тек қана өзі үшін емес, оқып жүріп жұмыс істейді. Сол кейде қазір көп қой ондай жастар жұмыс істеп, кейде қате басып қалады, басқа жерге, дұрыс емес жерге қадам басады. Сөйтіп өрбей береді. Жалпы негізі қыздар осы біздің қалада үлкен міндет артып алып, осы еңліктің кейпіндегі қыздардың негізі жиынтық образы өте көп. Өйткені барлығы ата-анасына көмектескісі келеді. Өзі жатақханада тұрса да бір жерде жұмыс істеп келіп, жатақханасына кешікпей келуді армандайды, ертеңдегі сабақты үлгеру керек деген сияқты. Сондай бір нардың жүгін көтеріп жүрген бізде қыздар өте көп. Негізі бізде басқа бір жұмыс бар. Мен жазда қосымша лагерь ұйымдастырамын. Творческий лагерь, шығармашылық лагері. Кинодан бөлек. Мен оны 10 жыл болды бастағаныма, досымызбен бірге жасаймыз. Сол жерде көп студент жастар келеді, қыздар келеді. Лагердің жұмысы өте қиын. 40 баланы 24 сағат бойы қарайтын адам болып істейді, бірінші курстың қыздары. Сол кезде көремін да, не деген еңбек, не деген еңбекке деген құштарлық. Мәссаған 11-ші класты кеше ғана бітірген қыздар ғой, қалай осындай ерлікке барып жатыр. Сол кезде әртүрлі тағдырды көрем, әртүрлі адамдарды көрем. Жаңағы балалар ата-аналарын қатты уайымдайды. Жаңағы 200 мың теңге тапса, соған 150 мың теңгесін ата-анасына салып жібереді деген сияқты ғой. Айту, қандай да бір жолмен пайдалы болғысы келетін қыздарды көрген кезде жүрегім ауырады. Ұлдарға ширатып алуға жұмыс істеу керек деп ойлаймын да. Жаңағы ертерек жұмысқа салыну. Білмеймін, біздің көзқарасымыз сондай, бізде солай өскеннен кейін ба. Қыз бала оң солын танып, бүйтіп, әлі де бір еркелікті көріп үлгеру керек сияқты да, ерте жұмысқа араласып кеткен кезде кейде уайымдап қаласың да. Жаңағы қате басып қоя ма деген сияқты, еңліктің кейіпкері сияқты. Керісінше Жасиктің кейіпкері сондай сияқты, сіз айтқандай. Еркін. Өте еркін, қалаған істейді. Өзінің мақсаттарын бірінші орынға қояды ғой негізінде. Жоқ, болашағында мақсаты, арманы болса да, оған асықпай, по течению, еркін өте. Өмірде сондай кісі ғой. Өмірде де сондай кісісіз. Жоқ. Жасұланның себебі бар ғой, неге ондай адам екені? Арманды қуалап. Себебі бар. Сен себебің бар ғой кейіпкеріңнің жаңағы, неге ондай? Айтады ғой. Фильмнің соңында да, ортасында да. Басқа нәрсе маңызды емес. Оған барынша өз арманына, мақсатына жету ғой. Жалпы қазір жастардың меніңше тағы бір қиын, біз кейіпкер арқылы айтып жатырмыз ғой, сіз айтып жатсыз, 200 мың тапса 150 мың ата-анасына жібереді. Әлеуметтік желі арқылы салыстырулар көп.
адамдарда. Иә. И андай стигмалар көп, трендтер пайда болған деймін да. Сондай ішкі жеулері жабылмаған гештальттар иә, жабылмаған гештальттар иә көп екен деймін да. Біз 91-лер секіріп кеткен сияқтымыз. Ана әлеуметтік желі әлі дамымай тұр. Аська, мейл деп жүрген кезде уф деп секіріп кеттік та. Бірақ өткенде де деймін да, бір блогер сыйлапты, мысалы, атын айтпай ақ қояйын. Сыйлаған, бәрі күшті, анасына сыйлапты. Бірінші коммент андай ғой, ең көп лайк жинаған. Құтты болсын дейді, бірақ былай мен шешеме сыйлай алмайтын өкінішті екен дейді. Прикинь, бір коммент. Қанша адамға кері эмоция сыйлап кетті ма? Иә, анау мен креатор ретінде менің постымның астында осындай коммент ең көп лайк жинаса қиын болар ма еді? Иә. Жалпы осы Инстаграм шыққанына неше жыл болды? 2012-де, 11-де, 12-де шықты. 13-те тіркелген мен айтып. Сол шыққалы бері басында андай едік қой. Басында селфи жасау деген мен қатты кәдімгідей нететінмін. Кринж ба? Қысылып па? Ойбай, мынау ұят нәрсе ғой. Өзіңді өзің салып, немесе жеп отқан тамағың салу қандай. Бір 10 жылдан астам уақытта құндылықтар қалай өзгеріп кетті. Кезінде есімде бір клип шықты. Сол жерде ата-аналармен бірге шығады да. Ол кезде мен баламын ғой, қарап отырам да, күшті екен дейсің де, ол кезде ойыңда ештеңе жоқ қой. 6-шы класс оқимын ба екен дейді. Сол кезде бір үлкен ағам айтқаны бар еді, қарап отырып, мыналар қаншама адамның жүрегіне негізі жара салып отыр ғой дейді да. Ол дүниені сезіне алатын адам бар, сезіне алмайтын адам бар. Ондай мүмкіндік жоқ, өкінішке қарай. Сондай сәттерде қазір құндылықтар қатты өзгеріп кетті. Сол ойыңмен жақсы келісіп отырмын. Мен келіспеймін. Неге? Келіспесеңіз күшті. Кеттік. Жоқ, бірақ түсініп шұғыла, мен ол адамдарды дұрыс емес деп отқан жоқпын. Иә, мен оны түсініп тұрмын. Қабылдаймын оны. Не істегісі келетінін өзі біледі. Иә. Бірақ сондай да бір дүние бар да, енді құндылықтар өзгеріп кетті. Біреуге тиіп кетуі мүмкін деген сияқты ғой. Біздер енді олдскулмыз ба білмеймін. Бізге бала кезде айтатын жағдайы жоқ адамдар көп. Егер де сен дүкен немесе базардан тамақпен келатсаң, андай жабық пакет беретін. Өйткені анау енді бәрін қол жетімді емес та, ет алу, балық алу, сен бүйтіп кетасың да пакет, анау адамдар қарайтын адамдар болады. Алғанның ішіне аласың ба? Енді өзіңді кінәлі сезінесің, яғни сен кінәң жоқ ана жерде ешқандай. Сен ата-анаңның ақшасын алып кетсің ғой, өз ақшаң емес, баласың сен. Бірақ енді ашкөздік демей ақ қойын, енді мұқтаж адамдар көп қой. Мұқтаж адамдар көп. Жаңағы Олжастың да айтып отқан мысалындағы дүние сол ғой. Ағасы мысалы. Біз өзі 3-ақ поколение болып негізі ашаршылықтан өткенімізге. Күні кеше негізінде. Күні кеше тарих үшін ол бір қасқағым сәт. Былай, менің апам ашаршылық көрген. Болды. Ашаршылық көрген адамның тәрбиесін мен әкем көрген. Мен одан кейінгі буынмын. Біз не айта аламыз негізі? Нанның қоқымы, қиқымы, тастама, соның бәрі әлі ғой. Қалдырмадық қой. Табанымыз жамаулы нәскимен өстік деген сияқты ғой. Ол нәрсе сол кездің құндылығы өзгеріп жатыр уақыт сайын, себебі біздің жағдайымыз жақсарып жатуы мүмкін. Адамның ми саулығы, жан саулығы туралы қазір жиі ойланады ғой. Терапияға барады. Ол жақсы өмірден демеймін, бірақ яғни бір адамдар ана Маслоу пирамидасы бойынша бір базовый потребностьтарын жауып алған, азымыз болсын. Енді мен өзім ми саулық, жан саулығымды қарай алам деп, кішкене жан жағына қарайды. Мынаны реттеу керек деп. Осыдан 5 жыл бұрын шетелде қыдыру деген бір үлкен дүние болып көрінеді. Кезінде адамдар бір жаққа барып келсе, жаңалық қой. Бүкіл ауылға, біреу Таиландқа барып келсе, бүкіл ауылға жаңалық еді ғой, ауданға. Қазір негізі шүкір деп айтуға болады деп ойлаймын. Енді қазір біреу айтуы мүмкін, ой, конечно, сендердің жағдайларың жақсы, биткенсіңдер, сөйткенсіңдер, біз әлі мынандайдамыз деген сияқты айтып қалуы мүмкін. Мен не істемеймін. Бірақ негізінен халықтың жағдайы жақсарды ғой. Бір неге деңгейге жеткеннен кейін барып, жаңағы өзінің ішкі құндылығы туралы ойлана бастады. Өзімен өзі бетпе-бет айнаға қарай бастады. Так деген сияқты ғой. Осы кезде буындардың қақтығысы болып жатқаны біздің ескі түсінігімізде, жаңағы әкеміздің берген тәрбиесінде, жаңағыдай айтады, біреудің көңіліне тиіп қалады, көрсетпе, жасыр, жаңағыдай тәтті жеп отырсаң бөліс, немесе көрсетпе, ана баланың көңіліне тиеді деген сияқты ғой. Балаңды жаңағы экранға көрсетпе, өйткені экранның артында соны аңсап жатқан қаншама аналар бар деген сияқты сондай түсінікпен өсіп келдік та. Қазіргі көп жаңағыдай айтады да, неге менде бар ғой, неге мен көрсете алмаймын деген сияқты. Олар түсінбейтін сияқты да кейде ол дүниелерді. Өйткені олар ондай қиындықты
көрген көрмей ата ақ қойсын ананың да. тәрбиесін көрмеген сияқты. Окей. Мүмкін сол Шұғыла. Так, айтып бана келіспеймін не үшін десеңіз. келіспеймін деген Бәрі окей. Кеттік деген ғой, қызық просто. Басқа. Драматургияда конфликт всегда интересно. Да. Ой, меніңше бірақ түсінбедім, бәлкім мен бір нәрсені дұрыс жеткізбеуім мүмкін, бірақ менің ойымша мен басқаша ойлаймын. егер Ол біреу тек қана асығыстық шақырады. Менің өзімде жаңа 20-да өзінің мамасына машина сыйламағанның қатарындамын мен. Бірақ ол білейін деп емес, тек қана өмірге жаңағы кім сияқты ғой, еңлік сияқты. Тек өмірді сүруге прям қатты асығамын. кедергі келтіреді. Иә, кәдімгідей. Бірінші прям на фоне всегда стоит вот это. Сол максимум. А былай жаңағыдай айтқандарыңызға, меніңше қазіргі жастар немесе әсіресе менен кішілер өте жеңіл қарайды ондайға. Бүйтіп лайк басып, Жоқ, андай емес, иә, андай бір анандай в моменте, иә, болды. И тезірек на фоне асығасың болды. Әйтеуір менің ортам сондай деген ғой. Бірақ сіздер сияқты біздер андай мен ғой. түсінбеймін, ұялып жаңағы алған үшін. Мен сондай Жоқ, сен енді Инстаграм бар кезде неттің ғой. Біз ана Мен де Инстаграм қиындық көрген адаммын, мен оның бәрін түсінемін. Және де сіздердің пікірлеріңізді қабылдаймын. Мәселе қиындық емес. Біз Инстаграмды жетіп театрда жұмыс істеп жүрген кезде шықты ғой ол нәрсе. Иә. 2012-де нешеде болдың сен? Кеттік па жастарға? Біздің кезде DVD деп кететін сияқты ғой. Сондай подкаст. Жоқ, бірақ сіздер ойлағандай ондай жастар аз меніңше. Жоқ, бізде қазір біз кішкене бір-бірімізді дұрыс түсінбей отқан сияқтымыз негізі. Жоқ, түсіндім. Ол нәрсеге бәріміз де жеңіл қараймыз. Біреу ата-анасына көлік алып беріп жатса, немесе шетелге апарып жатса деген сияқты қуанам. Және егер ол нәрсеге мен жетпей жатсам, кейде маған да бір артымнан бір сен де осылай жаса деген сияқты бір мотивация болатын сияқты да. Бірақ құндылықтың өзгергенін жайлы айтып жатырмын да мен. Иә. Сол жағынан ғана. Кино туралы әңгімелесеміз ба? Жалпы жоқ, андай кино туралы бола бергенде не ғой? Жалпы ортақ адам. Жоқ, киноның ішіндегі кейіпкер туралы айтып жатыр екен. Бір жағында содан шықты ғой. Содан өрбіген әңгіме ғой бұл. Иә. Кейіпкерлер байып тасып жатқан жоқ қой. Кейіпкердің таңдауы дейінші. Банкіге ақша жинап жүрсе қандай байыған десе. Ол банк деген сөзді тіке түсініп қалған шығар, банк. Оны қалбырғада жинауға болады. Жасұлан, бір ән айтып жүресің бе? Жалпы бағана осы не айтылып кетті ғой. Менде бір қорқыныш болды. Жалпы Алматының біз білмейтін көшелері, ғашықпын саған. Бұл Алматы туралы, Алматы үшінші кейіпкер деген кезде қалай болар екен, басқа қаланда тұратын көрермендер қалай қарайды екен деген ой болған кезде, бірақ іштей жауап таптым өзіме сол жерде. Өйткені Алматы дегенмен біздің елдегі махаббат астанасы. Оны мойындау керек. Одан кейін кез келген біздің кейіпкерлер де біреу шығыстан, біреу батыстан Алматыда табысады. Сондай бір фактор бар. Одан кейін менің ойымша еліміздегі әрбір азаматтың Алматы қаласымен бір байланысы бар. Біреу осы жаққа оқуға келеді, біреу досын табады, біреумен төбелессе де бір естелігі бар деген сияқты ғой. Біреу ғашығын кездестіреді. Немесе әке-шешесі Алматыда үйленген. Әйтеуір бір байланыс бар. Сондықтан өзім ойладым, Алматы бәріне ортақ қала, бәрі жақсы көретін қала деп сенем. Сондықтан қабылдайды ғой деп ойладым. Біздің LA ғой. Қайткенмен де. LA. Бәрібір бір ассоциация бар ғой Алматы туралы. Ана әндер арқылы бәрібір сен қай жерде жүрсең де. Мен Алматы бізге қол жетпейтін бір не еді бала кезде. Ана алыс екен мына жер, қалай жетер екенбіз деп. 3000 километр. Иә, анау Перекресток па, бір сериал бар еді, содан ғана білесің. Ана отель бар, Қазақстан ба? Ғимаратынан шоколадка болатын. Сол Алматы отелін білесің, болды сонымен. В солнечном городе деп бастадым. Жасұлан бана өзің айтып кеткендей, осы бір жақсы, бір талантты, дарынды буын өсіп келе жатыр, өздерің құрдастарың, сендердің бәсекелестік жоғары, ол міндетті түрде бір-біріне негатив емес, жай жақсы жағынан ғой, бір-біріне итермелеп дегендей алға қарай жетелеп, өздерің жалпы атап өтсеңдер, әрқайсысына әртүрлі шығар, бәлкім, ол бағанағы жыртып жатқандар дейікші, бірақ өздеріңізге қызық, болашағы зор дейтін өздерің замандастарыңды атап өтсеңдер. Сендерге ұнайтын актерлар ғой, өз қатарларындағы. Енді мен ойламаймын, что андай біреуді бүйтіп айта аламын. Мен өзім ойлаймын, әлі маған да көп жұмыс істеу керек.
и мен әлі ондай уровеньге жеткен жоқпын, чтобы мынау күшті актер болады и мынаның болашағы болады деп айтуға. Иә, маған ұнайды. Бізде шынымен де не ғой енді, шынымен де конкуренция көп и мықты актерлар көп. Қазір мен түсінемін, бұрынғы поколенияларда кино аз болды деген сияқты, көп театрда жұмыс істеді. Ал қазір кино көп, адамға дамуға да ресурс көп. Сол үшін маған ұнайды ол нәрсе. Андай здоровая конкуренция дейді. Шынымен де ешкімнен ештеңені қызғанбаймын, ешкімнен ештеңені алып алғым келмейді. Шынымен де қуанамын әрбір інілерімнің, әрбір ағаларымның жұмысына. Күшті маған өнер дамыса болды. Шынымен де маған бұл жұмыс ұнайды. Мен бұл жұмысқа өмірімді арнадым. И ол дамыған сайын мен де дамимын ғой. И жаңағыдай бөліп жарамаймын ешкімді, шынымен де. Саған ұнайтын актерлерді айта алмайсың? Маған көбісі ұнайды. Қазандай болып қалады да, біреуді айтсам, ренжіп қала ма? біреу ренжіп қалады. Шынымен де. Топ 3 актер деп. Көңілге қарайтын адам шықты міне тағы да. Мен 99-ма. Өке эмпаттар жиналған. Біреудің есімдерін атап өткім Name келмейді dropping. менде. Иә, ол адамдар көбісі менің достарым. Ол үшін емес, айтпаймын дегенім. Ол адамдар өздері біледі. Мен оларға жеке көп рет айтқам. Көбісі менің жанымда және шынымен де адекватты түрде өте жақсы бәсеке. Ол бір-бірімізге өсуге көп күш береді. Және де шынымен қуанып, өте талантты, өте терең, қызық актерлар, әсіресе мен үнемі актрисаларға балет етемін кәдімгідей. Түсінікті. Осы кезде айтып кететінім. Менің жанымда өте көп күшті актрисалар бар. Және де өкінішке орай қыздарға арнап көп рөл жазбайды. Айтып қаттар. Қыздар драматургтер де сол үшін болар. Сол үшін андай қыз басты рөлде ойнап және ол күшті шықса, менің ортам ол кәдімгідей қуанып, бір махаббат, бір волшебство пайда болады ол жерде. Шынымен де қазіргі шұғыланың құрдастарынан көрем, көбінесе анандай ауызбіршілігі өте керемет. Қыздар бір үшін бірі балет етіп. Әріптестерім, достарым барлығы андай. Және де андай меніңше киноиндустрияның Қазақстанның, тек қана Қазақстанның емес, болашақта әрине. Мен үлкен сенім артам оларға. Кәдімгідей жаратын өте үлкен тұлғалар. Тасада жүргенде мықты актрисалар мен актерлар әлі көп негізі. Өте көп. Театрда да көп. Тасада жүр, бірақ бір күні ол актерға бір рөлді сен тапсырады, сол кезде ол жарады да. Бізде де осы жақындағы сериалдар, мысалы мұнайда бірнеше актриса актерлар ашылды. Әмірқұл. Дана, Әмірқұл. Жанып кетсең. Шынымен де бөліп жармайын деп отырмын. Енді мұнай деген соң, бірақ айта берем, Ақнұр, Дана, тағы театрда әріптестерім өте көп. Жоқ, сол үшін ғой мен айтқаным, олар көп екені. Ақыр бастадың жібер. Мұнайдан бастады сол үшін. Жоқ, қазір анандай нәрсе қызық еще. Актерлар, актрисалар бір-бірінің арасында көп қазір кино туралы әңгіме айтады. Сол нәрсе қызық. И андай ізденіс көп. Андай ғой, мысалы, мен қайтадан да қандай болған айтып беремін. Мысалы, мен апат туралы бірінші рет Қазақстанда түсірілген киноға түсімді, и мен өзімнің інілеріме, ағаларыма айтып беремін. Және кастингте кездескен өте қызықты. Олар маған айтып береді. Біз солай коннектиться етеміз. И фидбэк дейді. Инженерия туралы да айтпайсың ғой, енді актер болғандай. Бізде театрда сондай ғой. Театрдан басқа нәрсе айтайықшы дейді де, бір отырыста. Бәрі айналып келіп соған келесің ғой. Айналып келесің. Кино, кәсібің сол болған. Кәсібің сол болған. Жоқ, шынымен де қазір жастар көп шығып жатыр. Мүмкіндік көп беріліп жатыр. Өйткені платформалар ашылып жатыр, сериалдар түсіріліп жатыр, фильмдер, стриминг. И актерлардың бір-біріне деген несі қолдауы өте күшті сезіледі. Сол нәрсе қуантады негізі. Біз тез дамып кетуге мүмкіндік болып тұр негізі кино саласында. Бір-біріне қолдау көрсетсе, қазір режиссерлар да, продюсерлер де енді әріптес деп бір-бірімен танымасақ та, бір жұмысын білгеннен кейін жақындап, араласып, бір-біріне брат, күшті істепсің деген сияқты, мынандай нәрселер істейік деген сияқты барынша мына жұмыс істеп жатқан өндірістегі адамдар бір-біріне жақындап жатыр да. Олар бірігіп үлкен дүниелер шығаруға мүмкіндік табылатын сияқты. Өйткені қазір әркім өзінше бірдеңелер жасап жатыр, соның басын біріктіріп жүрсе, бір әлемдік нарыққа шығып кететін жобалар шығады деп ойлаймын көбірек. Және өте қызық, барлығы ашық. Меніңше жаман
болса да, ұнамаса да, ұнаса да, барлығы бір-біріне ұялмай, көңіліне қарамай, жасик сияқты емес. Ашық айта береді. Ол Және жаңа сонымен 2000 қызық. Кастингке фильм барғанда да бір рөлге көбінесе қаралатын белгілі бір актрисалар бар, менімен всегда тұратын. Кейде ол өтеді, кейде мен өтеді. Әркімнің бағы әртүрлі жанады. Соған қарағанда андай күшті болып қаласың. Сізбен бір неде тұрған мәртебе кәдімгідей. егер мынандай жағдай Бір-бірімізге айта болса, береміз. Сен өттің мынандай жағдай болса да, Иә. мысалы 5 рет барасың кастингке, Аха. 5 рет сол қыз өтіп кетсе, Ондай болған. Ол жалпы әлемдік бір рет тұрғыда ол бір рет жиі ғой. вау дейсің, Иә. екі рет вау дейсің, үшінші рет вау, төртінші, бесінші. Ондай болмады ма? Болды. Huawei дейсің ба? Кім ол десең? Жоқ, сенмен де болады, сенмен біреумен де болады, әртүрлі ғой. иә сен өтпей қалатын кездерде Жоқ, болады. қатарынан Сонымен 5-6 рет жарысасың, сол өтпей қалса қызық. жаман ғой, Енді қайтадан да соңында үміт сыйлайды. Бұл фильмде соңында да бір үмітпен бітеді да, өйткені спойлер болмай ақ қойсын, бір жаңа буынға ұласып кетеді. Иә. Былай айтайықшы. Бұл жерде енді өздеріңіз әдейі андай хэппи энд маңызды болды ма өздеріңізге, әлде қалай өзі солай сұранып тұрды ма деген ол жерде. Қалай сезесің солай ғой негізі. Білмеймін, маған солай ұнады. Сезесің дегенде бұл кісілердің барлығы өздері сондай жылы. Меніңше Сыр қайда жатыр, андай Осыны айтайын деп тұрмын мен де. өте екінші рет жұмыс істеп жатырмын осы түсірілім тобымен. Шынымен сондай адамдар. Өте жылы, үміт сыйлайтын, андай басқаша жасай алмайтын сияқты меніңше. Рахмет Шұғла. Иә. Ондай соңғы хэппи энд емес болатын фильмде жалпы жасауға болады. Ондайға жоқ демейміз әлі. Иә. Бірақ жалпы осы екі оқиғаға осындай фильмнің соңы жақсы жарасады деп айтайыншы. Айтпас еді, екіншісі үміт сыйлайды, бірақ енді трагедиясы да бар. Бір жағынан. Иә. И Бона деп атып шықса да, не в тему. Соус болып тұр ғой, кисло-сладкий. Соңында. Меніңше айта кетейінші, Иә, Думан аға 2-3 күн бұрын айтқан осыны. Мен осы топпен жұмыс істегелі бері бір өзімнің қазақи қырымды таптым десем болады. Өйткені қайтадан да ауылдың иісі шығады ғой. Бізде ондай фильмдер аз, бізде қазіргі современный дейді ғой. Орысша, қазақша, орыстанып кеткен, сондай көп барлығы демеймін, көбісі сондай. Мен сөйлеп жатқанда да редактордың өзі, Назбеш қой, Думан ағаның әйелі, осылай айтшы дейді. Мен олай сөйлемеймін, маған ыңғайсыз десем, сен сонда ол сөзді айтпайсың ба өмірде деп ше, өздері сондай. Қызық екен. Андай, өздері сондай өте жылы, үміт береді, сенім береді, сондай да. И қазақи, оларға ол күнделікті болуы мүмкін. Мен үшін, мен орыстанып кетпедім. Театрда жұмыс істеймін, қазақи сөйлеймін. Бірақ қазағасың ғой. Қаланың қызы да емеспін мен. Бірақ бәрібір бір өзімнің тереңде жатқан қазақи қырымды аштым осы кісілер арқылы. Және ол фильмде қатты иісі жұғады маған. Ауылдың ғана емес, жалпы даже әндерінің өзі сәл қаныңды ойнатып, бір арқаңды қоздырып, сондай болады ғой. Барлығынан сеземін соны. Қызық. Сол сынады. Күн қайдасың? Иә, және де әндеріне де қарасаң екіншіден береді көп дүниеге. Әндеріне осы жолда жалғыз жұлдыз меніңше. Мен оны тыңдағанда жыладым да, неге бұны халық білмейді дедім. Және де осы фильмге бақ болып келген ән меніңше екіншіден береді деп сенемін ол әнге. Көбісі ғашық болады. Кім менің достарым тыңдап жатқанда қандай әдемі ән деп тұр. Қазір орындай аламыз ба? Бана күшті ән деттіңіздер. Біз бірақ бағанда басқа әнді айттық. Ол басқа. Жоқ. Гүлмен аттас қарындасты айттың ғой сен бағында. Гүлмен аттас қарындас айтып берейік. Иә. Сонымен күшті әдемі деп шығарып салсақ. Болады. Болды. Онда Дариға гитарамды берші маған. Құны жоқ хош есті гүлім менің, қыр басында бой түзеп күлімдедің. Қанша бағбан өзіңе қол созса да, қасқайып әлі тұрсың бүлінбедің. Сенен сұлу гүлдердің де бар
сүю махаббаттың жаратысы хош иісті гүлмен аттас қарындас сен деп көңіл сезінбедім басқадан ал мен жүрмін тек сыртыңнан мастанып бар батылды жинап саған барғанша арын сақта пәк сезімді ластама сенен сұлу гүлдердің де бары рас бірақ одан жанға жылу табылмас көзбен сүю махаббаттың жартысы хош иісті гүлмен аттас қарындас. Рахмет. Иә, күшті отырыс болды, рахмет. Сол оң жаққа сирек қарап отырдым деген толықтай мына жерде қайтарып тастадыңдар да энергияны бұл жерде жауып тастадыңдар. Иә, меніңше бұл фильмді жан-жағынан қарауға бүгін жан-жағынан қарап талқылауға тырыстық. Келістік, келіспедік, өте қызық болды негізінде талқы. Бүгін бізбен бірге болған ғашықпын саған ұжымы, осыған атсалысқан барлық жандар. Сіздермен бірге Cultural Department, Cult Department кездескенше жақсы. Күшті айтады екенсің.